Құрметті достар, мен сіздерге хавготтың үшінші бөлімін өткіземін. Міне, I have got, they have got, are have got, we have got, you have got, және, he has got, she has got, және тағы да, it has got болса, олардың мағынасы бар деген сөз. Ал енді сұраулы сөйлем. Ол деген жоқ деген. Міне, I haven't got. Мен жоқ. Ал they haven't got. Ол деген олар жоқ. You haven't got. Ол жоқ. We haven't got. Біз жоқ дейді. Ал he has not got. Ол деген ол жоқ. She has got. Қыз жоқ. Ал it has not got. Ол деген жануар жоқ деген сұраққа жауап береді. Ал енді бар ма деген сұраққа жауап береміз. Міне, have I got? Мен бармын ба? Ал have we got? Біз бармыз ба? Have they got? Олар бар ма? Have you got? Ол бар ма? Ал has he got? Has he got? Ол бар ма? Has she got? Қыз бар ма? Дейді. Ал it has got болса, has it got болса, жануар бар ма? Сұраққа жауап беретін сіздер. Бар ма деген жауапқа ал yes, I have. Ол деген мен бар. Я дейді. Енді екінші бөлім өтейді. Біз жаңа сөз өтеміз. Екінші жаттығу. Ал dress, көйлек. Dress ол деген көйлек. Wear ол деген кию. Және jacket. Jacket деген ол куртка. Ал shorts, шортик. Және gloves, қолғап. T-shirt, футболка. Және hat, бас киім. Socks, аяқ киім. Skirt, ол деген юбка. Boots, ол деген етік. Енді үшінші жаттығуын өтеміз. Ал kind, ол деген мейірімді. Friendly, ол деген досыл. Funny, ол деген күлкілі. Clever, ол ақылды. Shy, ол деген тыныс ұялсақ. Naughty, ол деген тылаза. Енді төртінші жаттығу. Төртінші жаттығу олар сандар. Біз сандарды өтпедік. Енді қазір өтеміз. Бір ол деген алғанша one болады. Екі алғаншыда two болады. Үш алғаншыда three болады. Төрт алғаншыда
4 болады. Ал 5 деген алғаншада 5 болады. Ал 6 деген 6 болады. Ал 7 деген ол деген 7 болады. 8 болса, 8 болса, ол 8. 9 болса, 9 болады. Ал 10 болса, 10 болады. Енді жалғасын өтейік. Мына 11-дан бастап 20-ға шейін. 11 деген 11, 12 деген 12, 13 деген 30. Ал 14, ол деген 40. 15-ші ол 50. 16 ол 60. Ал 17 ол 70. Ал 18 80. 19 ол 90. Ал 20 ол 20 болады. Бүгінгі бітті. Сау болыңдар достар.